Заполнение декларации, да, то, что я говорил, если неясная ситуация, вызываем полицию, если люди не пострадали и ситуация ясна. Ассаламу алейкум, құрметті жолдастар. Бүгін жаңа ролигімізді бастаймыз. Біз бүгін Испаниядамыз. Әні міне дегенше құжаттарымызды дайындап, Европадан бір-ақ шықтық. Сол міне көлігімізді жақында қабылдап алдық. Солай жолға шығып енді жұмыс істеп жатырмыз ақырындап. Ал енді Европа туралы айтар болсақ, бұл жаққа да келгенімізге де көп болған жоқ, бір айдың көлеміндей болды. Сол көлігімізді жақында қабылдап алып, ұрып бара жатырмыз Францияға қарай. Басымыздағы көлік Mercedes Actros 2018 жылғы. Енді жаңа деп айтпай қояйын, 18 жылғы. Асықпай ұрып келе жатырмыз Францияға қарай. Басымыздағы көлік өзі 82-ден артық жүрмейді. Асықпай келе жатырмыз, қайқа асығамыз. Біз қазақ өзі асықпайтын халықпыз ғой. Уақытымыз өтсе болды деп жүре береміз да. Любой жерден ұйықтап боламыз ғой біз. Любой жерден. Жолдастар, Францияға да келіп қалдық. 150 шақырымдан кейін паркингке кіріп тоқтап демалатын боламыз. Қайырлы таң, құрметті жолдастар. Көктемнің алғашқы күні құтты болсын. Жолдастар, Францияның таулы аймағындамыз. Парижге қарай ұрып бара жатырмыз. Алдымызда 475 шақырым. Ауа температурасы -3, түнде қар жауған. Ақырындап ұрып келе жатырмыз. Жолдастар, ассаламу алейкум. Париждеміз. Азанда келген жерімізден түсте бір-ақ шықтық. Түскі сағат 12:30. Жүгімізді түсіріп болып, ары қарай кетіп бара жатырмыз. Жолдастар, кеш жарық. Францияның бір ауылындамыз. Жүкті бүгін тиемейтін болдық, азанда тиетін болдық. Жағдайлармен паркинг берді, сол паркингте демалатын боламыз. Біттік әйтеуір. Енді тентті жабу керек. Құжаттарды алсақ кетеміз ары қарай. Жолдастар, кеш жарық. Жүгімізді тиеп алып шыққаннан әлі келе жатырмыз. Қол босамады. Кейбір жағдайлармен сол жүргенден әлі жүріп келе жатырмыз. Алдымызда 130 шақырымнан кейін паркинг бар. Паркингке тоқтап демалатын боламыз. Жалпы Европаның дальнобой туралы айтар болсақ, бұл жақты дальнобойщиктері енді мүлдем басқа. Салыстыруға келмейді. Енді өзім Европаға келген себебімді айтатын болсам, енді көргім келді негізі Европаны. Европада дальнобойщик болу қалай болады екен деп көргім келді енді. Бірақ Қазақстан, Россия бәрінде болдым, көрдім. Енді Европаға кезек келді, сол үшін Европаға келдім. Бір жігіттер шақырғаннан кейін шақырту алдырып, сөйлескеннен кейін келдім, көрейін деп. Алып баратқан жүгіміз 24 тонна, 24 қап тонналық, білмеймін не зат екен. Давай, ходи.
I'm the last one to die. Жолдастар, жұмысымызды жалғастырамыз. Ұйқымыздан тұрып, жуынып, шайынып, жолға шықтық. Мына Европа бойынша Франция мен Испанияны алар болсақ, бұл жақта енді ұрлық деген өте көп. Біздің тентті жыртып кетіпті. Шүкір, қайтасы әркім зорламапты. Енді ұрлық деген бұл жақта жетеді. Неге екенін білмеймін, енді мысалға анау полицейскийлер жұмыс істемейді, соларға ұсталмайды, білмеймін неге екенін. Көп жігіттерден естіп жатыр, көбісін ұрланып жатыр. Бұны енді фирманың өзі водительдің мойнына іледі. Оны ұрыдан көрмейді, водительден көреді. Так что сақ болған дұрыс. Кешеде бір жігіттерден естіп жатырмын, ұрлап атқан жерінен үстінен түсіпті, бірақ ұстай алмапты. Ұстай алмағанда қалай? Ұстай алмайсың да бұларды. Өйткені сілер ұрлап жатқан жерінен көліктен түсіп, оларға қарай барып қарсы шығатын болсаң, сені атып тастау да мүмкін, пышақтап тастау да мүмкін. Кез келген нәрсені күтуге болады бұлардан. Так что машинадан шықпаңыздар. Испанияға да келіп жеттік. Қазір алдымызда заправка. Заправкаға кіріп, полный бак жасаймыз. Ары қарай парковка. И демаламыз. Бүгін небары 700 шақырым ғана жүрдік. Вот солай. Заправка жасап шықтық. Ары қарай кетіп бара жатырмыз жаймендеп. Заправкада өзіміздің қазақ бауырымызды көріп қалдық. Португалияда тұрады екен, Шымкенттік жігіт. Ғалымжан деген. Сонымен шамалы әңгіме айтып, өзімнің бір туысқанымды көргендей болдым ғой. Әр қазағым бір жалғызым ғой енді. Вот солай кетіп бара жатырмыз. Өзім енді осы күнге дейін біраз қазақты көрдім. Қазақстаннан көшіп кеткен 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл бұрын, 20 жыл бұрын көшіп кеткен қазақтарды көрдім. Мүмкін сондай күнде бізге де бұйыратын шығар, көшіп кететін. Әзіл әрине. Все-таки туған жерің өзіңе ыстық қой.
Ассалаумағалейкум баршаңызға. Біз жолға шықтық. 2 күн демалдық, 45 сағат. Ары қарай кетіп бара жатырмыз. Испанияның Олмедо қаласына қарай барамыз. Алдымызда 270 шақырым. Құдай қаласа 3 сағатта жетіп қаламыз. Жүгімізді түсіріп, ары қарай келесі жүгімізге барамыз. Солай, айтарға ештеңе жоқ әзірге. Ешқандай жаңалық жоқ. Испанияның керемет табиғатын тамашалап келе жатып, жаймендеп. Так, заводқа келдік. Жүкті түсіруге. Енді мына заводтың исінен айта алмаймын енді. Нереально бар ғой. Ё-майо. Басты сындырып тастады кәдімгідей. Күтеміз енді пока что. Ё-майо, не болды бұл? А? Дальнобой. Жолдастар, осымен бітті. Кеттік ары қарай.